Сәлем достар, сізге мен Хан Кизет. Бүгін біз достар қалаға ауысыр жасайтын боламыз. Бұл қаланың аты Октябрьск 1867. Осы картаны сразу айтайын, описание қалдыратын болам. Телеграмға қалдыратын болам. Телеграм описаниеда, тикток описаниеда. Өткізіп кетіңдер, өткен бұл қала өте үлкен и өте әдемі, детальный. Еще бұл орысша болған екен, бұл плюс. Ал біз көп сөйлемей видеоны бастайық. Картаны полный обзор жасаған жоқпын, өзім бірінші рет көретін заттарым да болады. Мен дәл қазір ғана өткізіп обзор жасайын деп жатырмын. Мен жақта Октябрьск дейтішімін, Октябрьск. Достар, қанда кіре салып, осы бізде бұл ауыл Ресейде, осындай қала бар, Октябрьск деген. Қанда кіре салып бізде автобус, машиналар күтетін болады. Оң жақта қанда бізде осындай заправка, жақта машинаға заправ дейді тұр. Заправкада обязательно магазин болу керек. Міне газировка, энергетик и сок дейді. Қанда тәттілер және конфет, печенье дейді, су дейді. Туалет мужской дейді, ұлдарский туалет дейді, ұлдарға арналған туалет. Жақта бірақ туалет бар екен, біреу ақ. Масласы и антифриз дейді. Конечно, жақта бізде әр түрлі заттар бар магазинге байланысты. Жақта бізде қыздарский туалет жоқ екен, жақта қалай? Ондай жоқ па не бізде? Тегін кофе 300 рубльден асыратын зат алсаң, тегін кофе қосып береді екен. Жақта администрация дейді. Опа, осы заправканың админ отырады, жасаған адамы арттан кіруге болады екен. Артында бізде походу кішкентай зал, кейін КамАЗ тұрғанда, еба үлкен КамАЗ. Походу сол бензинді әкеліп тұратын КамАЗ сияқты. Так, мынау не ол бізде? Бір нәрсе кіріп кеттім. Ішінде бізде опа асхана бар, тамақ бар. Так, мына жермен де что-то лагать етіп жатыр. Походу мынақта бір эффекттер көп сияқты. Желіп өтеміз. Аха, мынау ресторан сияқты ғой. Кафе ма, ресторан ба дейді. Чалоп дейді. Не ол чалоп? Япончик дейді. Походу фри масын зетті сияқты. Бешбармақ дейді. Еба қазақский зат қой. Бешбармақ. Еба отсылка. Мына өтен алатырмаған карта. Отсылкаларды қойып қойыпты. Так, опа туалет. Общий туалет бұна. Общий туалет. Ұлдарский қыздар істеп жазыпты. Так, шығамыз. Бұл қай жер екенін түсінбедім. Походу ресторан сияқты. Так, кейін не квартира ма? Квартира? Заправканың қасында квартиралар тұра ма? Ул Кирова 3-ші бөлме, 3-ші квартира сол сияқты. Так, или заправка емес бұны? Квартира емес бұны? Жоқ, квартира ма? Квартира сияқты, лестница жақта. Бірінші этаждың үйі оба бос. Так, балкон. Бірінші этажда балкон болатын. Так, екінші этажға көтерілеміз. Екінші этажда опа ғана балкон бар. Дәл сонда ажағында да бар екен. Ағада көліктер, тоқсары көк. Дәл сонда сияқты походу копиясы. Мында үлкен ағаш. Кейін яқтағында орысша жазылып тұр. Қанда не деп тұр екен яқта? Чайхона дейді. Шайхана ма? Ой, шайхана екен. Қанда бізде шайхана. Қанда бізде үлкен карта бұнау. Сол үшін атап атқан сәл маған. Газета дейді. Опа, газета сататын жер. Походу мына букеттер сияқты оя. Так, не деп жатыр яқта? Шаурма М кішкентайда 190 рубль. L бізде 210 рубль. Үлкен XL 255 рубль. Капучино 50 рубль. Кофе. Латте деген кофе 55 рубль. Экспрессо деген 50 рубль. Мороженое 2 вкуспен құлпынай түрі 70 рубль. Шоколадный 75 рубль екен. Яқта даже барлық бағасын қойыпты. Кәмші номер дейді. Так, кәдімгі су 1,5 литрлік 35 рубль. Заверест 45 рубль. Добрый кола 50 рубль екен. И МММденс 50 рубль. Батончик дейді. Пирог 30 рубль. Печеньесі начинкам 50 рубль. Опа қанды. Мынаған даже газын қойыпты. Ё-майо. Жетел сатасы ма не? Шаурмен сайт. Мен қанда бізде. Ана бізде менің бір мод текстурама деп ойласам. Қанда бізде бұл рамка. Кирова дейді. Кирова дейді. Так, рамка. Так, осының кесірінен де қату мүмкін. Аптасаяқ бұл бізде көп мегабайт алады. Білмесен де рамканың. Это опа газета. Так, и бізде олар киоск дейді. Хатчай боршы бізде киоск ма сондай сияқты оя. Шассы емес бе? Улькирова 2, опа, екіншін тауалым бізде не деген? Знания гила лепелгі. Мектеп паның? Мектеп сияқты оя. Знания деген білім дейсіз ғой. Мобол сош 2 дейді. Екінші мектеп паны? Так, қаныр ебін яқта табличілер толады. Бірінші класс, екінші класс деп. Так, опа, ана спортзал бар екен. Ескі жабамзартын. Баскетбольный кольцо. Так, фонариктер тикеттеу үшін доп. Так, нақты бізде доптар, мешоктар. Жайлап құлау үшін.
Так, төбе көтерілетін. И мынақта общий баскетбол неткен. Мынақта бізде баскетбол неткен. Орыстар көбінесе баскетбол неме? Бізде көбінесе футбол, волейбол неме? Сендер мектептері қандай, соны комментке жазып кетіңдер. Бізде орыстарда осындай мектеп екен. Азу кіре салып спорт зал. Так, мынақта бізде походу раздевалка ма? Ілгіштер походу раздевалка киінетін. Мынақта походу артқы есік мектептің. Мына жақта да бізде екінші этаж көтерілетін не бар? Екінші этаж бар, мынақта бөлмелер. Опа, ағанда бізде қандай сабақ өтіп отыр екен мынақта. Так, спецназ Расковичек дейді. Так, бізде походу география ма? Құқық туралы мектепканы. Мынақта тағы да музыканың заттар тұр. Онда музыка сабағы отыр. Кабинет труды. Опа, мальчиктер. Көркем еңбек қоны. Улдарский көркем еңбек. Труды деген орысша ол. Труды. Начальный класс, бастауыш классы дейді. Кішкентайларға арнаған 4-ші класстан кем и және ОБЖ дейді. Бұжып алатын жер екен. Мына және бұжып алатын жер екен. Екінші этаж көріп тұрмын. И запасный выход. Астынан шығатын выход. Мысалы, үстінде пожар басталса, астынан шығып кетуге болады. Так, екінші этаж. Так, екінші этаж көтерілді міне. Осы екінші этаж. Ары қарай тағы да үлкен бөлмелер. Кейін үшінші этаж. Үшінші этажға шейін бар екен. Үшінші этажда не бар екен? Көріп шығайық. Бұда да дәл сөйлеме география. География. Опа, мынағанда бізде флагтар тұрады. Бәрін айтып бере аламын. Алса тұрғандар бізде. СССР дейді. Германия. Так, мынандай ел жоқ ма? Шынымырде. Германия бұрынғы тұр, бәсе мынандай тұр жоқ. Франция и Великобритания. Так, Швеция, Америка, Канада и Чехия. Мен географиядан, флагтардан білем. Любой флаг айтыңдаршы, любойына тауып берем десең. Тез айтып кетейік. Так, мектеп тағы да. Так, қандайсың ба? ИЗО, опа, ИЗО дейді. Так, ағылшын тілі, охо, Великобритания. Кім ағылшын тілін ұнатады? Достар, комментке жазып кетейік, қандай сабақ сендерге ұнайды? Бірақ бізде мектеп бітіп жатыр. Бірақ бәрібір жазып кетіңдер, қандай сабақ сендерге ұнайды? Или ұнамайтын жазып кетіңдер. Қыздарский туалет, ұлдарский туалет. Ұлдарский кіреміз, туалеті бар. И мынақта, жоқ, мынау туалет. Мына қол жуатын. Опты достар, біз походу мектепте көп уақыт тұрып қойған сияқты. Енді біз басқа да жерлерге барайық, деген мектебіміз ғой бізде. Так, подвалмен шығып кетейік сразу. Мынақта тағы да бөлмелер. Үлкен мектеп екен, 2 этаж екен. Жоқ, 3 этаж екен. 3 этаж, мына жағы 2 этаж екен. Мына жағында үлкен бөлмені. Акт залы, кинотеатр акт залы, акт зал бізде. Так, лента дейді. Тағы да заправка ма, не? Лента деген походу магазин ба, супермаркет ба? Супермаркет екен. Адамдар тұр мынақта кассада. Сағат қаншада басталып, қашан бітетіндей жас қойып, сағат 8 азанда бастады, и түнгі 10-да бітеді. Парковка. Так, лентаның артында не бар? Қандай квартиралар. Бірақ мына квартиралардың ішін жасаған екен ғанда бізде. Так, төсек, шкаф. Мында қанша. Достар, егер сендердің телефондарың менен мықты болса, сендерде осы карта вообще қатпайтын болады. Кәдімгідей ойнап жүре аласыңдар. Менде еще чак 7 тема тұр. Сонымен қатып отыр менде. Сендерде 13-ке ой ойнай аласыңдар, мықты болса чак телефондар. Так, мынада квартира үлкен. Так, мынақта бізде судың суреті тұр. Мынақта ебанағанда пойыз бар мынақта. Так, үлкен пойыз, метролар. Мына судың суреті тұрған, походу бізде суға байланысты тоқ сияқты. Мынақта кран тұр. Мынақта да кран тұр, үлкен антенна. Опа, мынақта бізде. Білесіңдер не? Бұл мешіт емес, бұл христианский мешіт қой. Мешітке жатпайды, бұл басқа зат қой. Табынатын зат қой, христианский заттар. Жамандамаймын. Опта орыстар өзі істей берсін қойыңдар. Мынақта христиан бір-бірде тұрып айтады, бір нәрсе деп айтады. Мыналар оған табынамыз сондай. Так, мынау парк сияқты қойыңдар, парк. Так, мини-парк. Бізде ішінде фонтан бар екен. Пойыз бар. Үш жақта жетелде жүгіріп жүр. Көргендеріндей. Іші пойыздың іші жасалған. Так, достар, қақа келді мен. Су, яғынан ішінде су болады. Және жер ғой. Так, мынағандар қандай үлкен қала, ебі. Бітпетін алғандар. Шымен бітпетін. Так, мынау бізде базар бұл көрік. Қандай шымен базар. Ебі. Міне қалалық базар. Сағат 10-нан басталып, кешкі 9-ға дейін дейді. Демалыссыз екен. Күнде болады деген сөз. Тағы да лента тауылым декен, тағы да супермаркет. Қандар мұнай тауылымғанның ішінде бізде әлтүрлі мұнайға байланысты заттар жасайтын болады. Неғандар бізде алтау тұр, сразу алтау.
тағы заправка үлкен 100 дейді. 100 дейді. Сан. Достар 5-ке түсірсем, қандай сәл қатпай қалды. Бәлінбе солай береді. Гаражный зат. Опа, нақта бізде машина келеді. Астан түсіп жөндейтін болады машинаны. Кәшина бізде не дейді? 100 дейді екен орысша. Нақта квартира. Қандай квартира мынау? Сонша үлкен. Не сонша? Ебана. Квартира мұның бәрі. Үлкен квартира мұның. Жоғына квартира емес. Метро екен оны. Мәсені үлкен жер деймін. Квартира ебана. Чаң толмай тұрғандар. Қанша кровайттыр. Рестикер дейді. Казино мұның не ол? Суши дейді. Суши, японский суши бар екен. Телек 2 дейді. Интернет қоны. Тауық ет дейді. Еба тауық ет бар. Нақтан кет қойық. Нақ қатады екен сәл. Қатпайтын жерге келген болатынмын. Нақта бізде шоссе үлкен. Нақта адамдар өтеді. Астынан машиналар өтеді. Еще нам картаға сендер өздерінің модтарында мылтық, мысалы машина, адамдар қоссаңдар болады, NPC. Мән не ол? Так. Көрейік, мен бір жет көріп тұрмын, не екенін мен түсінбей жатырмын. Үлкен бір монумент па, не ну? Іші жасалған іске екен. Квартира мынада? Үлкен квартира құмнан жасалған іске, сондай сияқты. Так, крандар тұрлақта, походу құрылыс жасап жатқан сияқты, мына үйлерді жасап жатқан сияқты. Так, жаңа үйлер қосып отыр екен. Так, нақта СССР-дің флагы. Мәна үйдің ғаныр ішін жасалған, еще антеннасы нормально жасалыпты кәдімгідей. Так, парковка 3 машина тұр екен нақта. Достар, жүрген сайын шығып жатыр нақта ғаныр. Мысал, ауылбайский жерлер сияқты ғаныр. Мындай үйлер тұр ғаныр, ауылдарға арналған. Мындай үйлер тұр қап-қара. Ішін ғаныр жасалған, 2 төсек жаздыр. Так, нақта жеделді жүр. Фермерлер жүр нақта. Дұрыс қойында ауылдарға олар фермерлер болады. Поляда жұмыс істейді деген сияқты. Так, достар, тағы да үлкен мост тауған болатын. Нақта бізде қайықта өтетін болады, бірақ қалай өтеді нақта мен вообще түсінбедім. Нақта сямане қайықтар. Так, нақта машина өтеді, үлкен нағандар. Қанша квартира, нақта жаңа кран. Басқа краннан тағы да үйлер жасап жатыр нақта. Так, тағы да христианский брикин ауыл тауған болатын қалада. Так, нақта бізде егін өсіреткен ғанда нақта бізде Кәші мұнау бізде помидор. Кәшіні помидорда жасаған. Нақта свекла өсіреді. Нақта фермерлер жүр екен. Шөп қарап. Нақта қандай болып кәдімгі блог. Так, фермердің үйі мұнау. Оқуына. Фермер үйі өте жақсы екен. 2 этажды үй ғандар ауылда тұр. Қасында мынандай тағыдан үй бар. Бірақ ішінде фермер бар екен. Өзінің малдары бар екен. Трактор жүр нақта даже. Трактор. Пятерочка бар екен. Еба. Пятерочка деген Россияда ең атақты магазиндердің бірі. Макдональдс деген сияқты атақты магазин. Нандар дейді. Опа, свежий нандар дейді. Кәдімгі бізде нанды заттар сатып жатыр. Мынау не екен бізде фургон банау. Бізде гараж фургон. Айбай нақта бандиттер жүр ма не? Террористер. Мынау адамдар наркодилер. Айбай наркот сататын адамдар ма? Онда мыналар жақсы ғой. Спецназдар екен, КГБ дейді. Мыналар террористер екен, наркотик сататын. Еба, ұру керек қой. Жақта шығармау керек олар. Ондар авторлар қадап қойыпты. Ең жақсы. Так, квартирлер. Опа, мыналарда бізде парк, колесообразение. Өте әдемі көрінеді екен. Опа, вокзал. Вокзал дегенде заправка сияқты тағы біреу. Так, мына парктың астында тағы бір үлкен парктар бар ма екен? Мындай квартира бар екен. Мындай терракотадан жасалған ақ. Мынада Слава КППС деп жазып қойыпты. Антенна қандар. Мінуге бола ма екен көрейікші. Болады, лестница көріп тұрмын мен. Кейін жақта ебана қандай үлкен мост, метро, пойыздарға арналған не сияқты. Мынада су сүзеді, кофе сүзеді ме жақта? Сондай зат сияқты. Мынада тағы да ауыл тауған болатын. Тағы мост, ебана бітпей жатыр ғой. Достар, еще қараңдар, тағы да жаңа ауыл тауған болатын. Қараңдар, квартира үлкен. Қандай шымен үлкен ауыл тауған болатын. Өзінің егіні бар, қызыл шатыры бар. Тағы да квартиралар, достар, кәрші бізде осында үлкен карта өткізіп ойнасаңдар болады. Достармен бірге бір нәрсе түсірсеңдер болады, мысалы, білмеймін, тығылмашақ па, или әртүрлі мод қоссаңдар болады, телефондарың күшті болса. Ал достар, мен осыны модта телеграмма қалдыратын болам. Тек телеграмма қалдырам әдейі. Телеграмма жазылып кетіңдер, тиктокқа да жазылып кетіңдер. Ал видео соңына келіп жатыр. Сау болыңыздар.